Сәлем баршаңызға. Менің салып жатқан орамалдарымның бүгін лекаласын қалай сызған туралы айтатын боламын. Мынау ажар тюрбаны, яғни менің каналымда ажар тюрбаны 4 ажар тюрбаның түрін тіккен болатынмын. Барлығына осы размерді пайдаландым. Міне осындай екі қағазды қосып алдым. Жоғары қарай 28 сантиметр, былайынан ұзындығы 48 сантиметр, яғни екіге бөлдім, 24-те 24 сантиметр, және екі жағынан қарап отырсаңыздар 14 сантиметрден алып, әрі қарай доғал сызықпен сызып дайындап алдым. Егер басыңыз кішкентай болса, мен өзіме мына жерде 48 сантиметр болса, мен 44 сантиметрді алған болатымын, яғни 22-де 22 сантиметр, қалған өлшемдердің барлығы сәйкес болды. Тек осы жерде төменгі жақтан 22 сантиметрден, яғни общий 44 сантиметрді алған болатымын. Бұл ажар тюрбаны. Бұл біздегі бірінші орамал ажар тюрбаны болатын. Ендігі кезекте мен байламсыз орамал жайлы айтатын боламын. Екінші бізде бұл байламсыз орамал, яғни байламсыз орамал екі лекалдан тұрды. Мынау маңдай бөлігі, яғни орамалдың маңдай бөлігі. Бұл 44 сантиметр, яғни бұлайнан 44 сантиметр. 44 сантиметрді 11, 11 және 11-11ден бөлеміз. Көріп алыңыздар, міне. Одан кейін ортаңғы бөлігі бізде 7-де 5 сантиметр. Мына жақ шеттен қақ ортасына, яғни мына жерде 11 сантиметр. Көріп тұрсыздар, 11 сантиметр, 11 сантиметр. Қақ ортасынан 5-те 5 сантиметр көрсеттім. 5-те 5 сантиметр. Яғни осылайынан сызып, овальный етіп сызып алдық. Бұл маңдайша бөлігі. Байламсыз орамалдың маңдайша бөлігі. Одан кейін маңдайша бөлігін тіккеннен кейін резинка тұратын жер мынау, яғни мынау маңдай болса, мына жерде маңдайынан бастап былайынан овальный жүргізіледі. Яғни мынау маңдайын былай қойайық. Мынаны толық көрсетейін. Мынау маңдай бөлігі, яғни мына былайынан 44 сантиметрді құрады. Надан былай 44 сантиметр. Енді мынау маңдай бөлігі тігілген жерден, біткен жерден, мынау біткен жерден былайынан 15 сантиметр екі жағынан аламыз. 15 сантиметрден аламыз. Және сол жерден жоғары қарай 45 сантиметр аламыз. Яғни 15 сантиметрге келіп сызған кезде қалған жерін овальный қып сызып аламыз. Сол кезде бізде осындай жаңағыдай өлшемдер пайда болады. Яғни мынау осылайна тұрады. Бізде ұмытпаңыздар, бұлайынан 44 сантиметр, маңдай бөлігі 44 сантиметр. Маңдай бөлігі нарадан тігіс біткен жерден жоғары қарай 45 сантиметрді өлшеп аламыз. Екі жағынан 15 сантиметрден. Енді бұған қолданылатын резинкамыз 12 сантиметрді құрайды. Келесі кезекте мен осындай Ариана деген орамалды тігуді жоспарлап отырмын. Осы Ариана тюрбанның өлшемдері, яғни жоғары қарай бізде 39 сантиметр сызып аламыз. 39 сантиметр, былайынан 54 сантиметр, яғни мынау жарты бөлігі. Біз оны екі бөлікке бөліп аламыз. Яғни жоғары қарай 39 сантиметр, оның әрқайсысын 10 сантиметрден бөлеміз. Бұлайынан 27 сантиметр, одан кейін 10 сантиметр жоғары көтереміз. Мынадан бұлай жоғары 10 сантиметр, жоғары 10 сантиметр, жоғары 10 сантиметр, және жоғары 7-де 5 сантиметр. Ал мына жер 1,5 сантиметрді құрайды. Енді мына жерде 27 сантиметр, яғни жартысы. Мұнан бөліктің жартысы.
Одан кейін 1 сантиметр азайып 26 сантиметр. Одан 2 сантиметр азайтамыз 24 сантиметр. Одан кейін 18-де 5 сантиметр және мынарада 9 сантиметрді құрайды. 9 сантиметрді құрайды. Яғни шыққан бөліктердің барлығын овальный етіп барлығын бір-біріне қосып аламыз. Енді бұл орамалдың тағы бөлшектері бар. Мынау Ариана орамалының артқы бөлігі, яғни бұда резинка тұрады. Ол осылайнан тігіледі де резинка өткізіледі бұған. Яғни бұл 20 сантиметрде 10 сантиметрді құрайды. Және де тағы мынадай бөлігі бар. Бұл Ариана орамалының артқы жағында гүл ретінде тігеміз. Осылай ұзындығы 25-те 5 сантиметр, бұлайнан ені 18-де 5 сантиметрді құрайды. Яғни бұл енді тігілетін орамалдың лекаласы. Мен сіздерге көрсетіп дайындап қойып жатырмын. Жалпы каналыма жазылып, қолдап, тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.